Әкем барда әміршім әулетімде, көретінмін тұлғасын тау ретінде. Арманыңа кешікпей жету үшін тау тұрғаны жақсы ғой жау бетінде. Тауым шөгіп, қорғаным құлағаны, әкем қайтып анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса іргемізден су ағады. Бұйырып, келте ғұмыр, келте көктем, еркелетер адамың ерте кеткен. Сол ғой әке, мені де анамды да еңбекке ертеректен ентелеткен. 5 жасым, басқа мұң жоқ бір қарыннан. Бір күні әкеме деп құндауылдан қолын темекінің жинап келдім, не көрдің одан өзге ұлдарыңнан. Ұрғанда шекемізде анам көздеп, неме менің ұлдарым шабандоз деп, үш ұлыңды 300-дің биі көріп сөйлетіп отырушы ем, соған мәз боп. Ешкімге қонған емес шанжырлы бақ, жағдайым бірде тасып, бір құлдырап, әкесі үйретпепті деген сөзді естімеуге тырысып жүрмін бірақ.